барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы күн, қадірменді жанкүйерлер. Футзалдан Қазақстан чемпионатының 20-шы туры бүгіннің бастауын алып жатыр. Кеше жеңімпаз анықтай алмаған Атырау мен Бәйтерек бүгін екінші кездесуін өткізеді. Бұл Атырау қала өз жанкүйерлерінің алдында жеңіске жетуге тырыспақ. Бұл үшін кешегі ойыннан сабақ алып Бәйтеректен айласын асыруға тырысатыны сөзсіз. Ал оралдық команда болса кеше жақсы басымдыққа ие болған еді, бірақ соны кездесу өткізген. Бүгін де сондай бір ойын күтеміз. Қақпаға соққы салған беттен тағы бір соққы Далтон. Қазір міне қайталап көрейікші, қандай тамаша мүмкіндігі пайдалана ал. Оңға пас міне өзгерістерде болып жатыр. Қақпаға соққы, алғашқы гол! Есеп 1-0 Атырау. Кездесудің қуанышына қарай кездесудегі алғашқы голды соққан бразилиялық легионерлер Атырау сапындағы және гол соққан бұл жерде Дзюбжбрин Алисон Тайланд голдың авторы. Ал пас берген Джоната Николау да Силва жалғастырып жатыр. Бәйтерек кешегідей ойын көрсетіп жатқан жоқ. Бүгін Атыраудың адымы мықты. Қақпаға соққы! 2-0 есебі жақын болған Алисон. Біраз жанкүйер қазір ойынды тамашалап отыр. Бұл жерде Далтон командасын құтқара алмаған еді. Жанкүйердің санын қараңыздар, қандай тамаша. Кетті Рустама орындады. Атырау сондықтан бұл жерде Далтон командасын құтқарды деуге болатын шығар. Тағы да Алисон. Солға пас 2-0. Талап Есениязов команданың капитаны. Көрмей отырмыз. Әлде Атырау қарқынын үдеткен соң ба, Бәйтерек әзірше алаң ортасына дейін жетуі қиындап жатыр. Есениязовтың соққысы алыс бұрышты дәл қараласып жатыр. Джоната. Оңға пас, Габриэль қақпа маңына қарай шығарды. 3-0. Алисон дубль. Атырау Бәйтерек қақпасына тағы бір гол соқты. Осылайша кеше соға алмай қалған мүмкіндіктердің бәрін сондай бір салмақты бапкер Ілияс Бөлікбаевқа нұсқау беріп жатыр. Беков қақпаға берді. Бөлікбаев қателесті. Атырау бірден соққы! Ой! Бағанаға дейді доп. Доп келіп қалар деп өтпеді, бірақ өтпеді. Қазір Атырау бірден соққы! Тағы да бағана! Ал бұл жолы есеп 4-0. Олег Кручинин серпілген допқа бірінші жетті. Осылайша алыстан Есениязов жақсы соққы жасады. Және Рикардиньо. Ибегов қапталға пас берді. Міне мүмкіндік, есеп айырмасы қысқарды ақыры. Ақыры қысқарды. Бұл жерде автогол секілді. Олег Кручининнің аяғына тиіп қақпаға еніп кеткендей. Есеп 4-1. Қазір қайталап көрейікші. Кімнің аяғына дейді? Кручининнің аяғына тиді. Бұл жерден бірақ Олекті сынаудың Кардиньо пас берді, бірақ шабуыл осы жерден аяқталды. Бұл ұмтылыс. Гол. 5-1 Атырау. Тағы бір голдың авторы атанды. Габриэль гол соқты. Міне айырмашылық осыда. Габриэль, оның алдында Олег Кручинин гол соққан еді. Бос қақпаға. Уақыт азайды негізі. Азайып бара. Мадияров алаң ортасында ойнап жатыр. Алыстан соққы. Қарбалас. Габриэль де өткен маусымнан бері өнер көрсетіп жүр. 26 гол ұзақ есімі бар. Атыраудың 97-ші нөмірі. Оңға қалдырды. Мұнда Құмаров бар. Мадияров жылдам шабуыл бастауға болады. Құмаров оң қапталдан пас беріп үлгерді. Рикардиньо баспен соққы жасады, дегенмен
Талғат Өтепбергеновтың иелігінен доп қиыс кетті. Шабуыл. Жақындарын білмей жүр қазір. Мадияров қателесті. Және қақпаға соққы, ортадан есепті 6-да 1 қылды Олег Кручинин. Хет-трик жасады деуге болады. Жақсы асырды. Қақпаға Бәйтерек дәл осы Атырауда Бейсенбайұлына қалдырған. Міне осы 4-тік ойнап жатыр алаңда. Бөлекбаев қақпаға соққы, гол! Ілияс Бөлекбаев есепті 6-да 2 қылды Бәйтерек. Ілияс Бөлекбаев 8 гол көрдік бүгін. Жақсы қарымта шабуыл, жақын бұрышқа соққы. Талғат Өтепбергенов үлгермеді. Жақын бұрышты көздеп 2 гол өткізді бүгін. Мен 4 рет ойнаған болатын. Қатарынан кездесті бірінші айналымның соңы. Қазір Габриэль Далтоннан айласын асыра алмады. Келесі кезеңге өту қиындау, бірақ бір ғана кездесу болатын ескеру керек. Қазір 7-ші гол. Денис Бек Амандығұлы да қанжығасын майлады. Бұл осы маусымдағы 8-ші голы. Голдар саны бойынша тек Габриэльден қалып тұр. Габриэльде 12 гол. Матч Оралда өтетінін ескерсек, Бәйтеректе үміт бар шығар. Бір ғана кездесу, яғни Кардиньо жазаланған болатын, және жаңа ғана хет-трик жасап үлгерер ме екен? Жоқ, үлгермеді, матч аяқталды. Атырау 7-де 2 есебімен Бәйтеректі тас-талқан етті. Осылайша чемпионатта турнир кестесінде жағдайын біраз жақсартып алды. Бәйтерек болса Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп QFootball.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.